пен қазақ халқымыз жақсы кітап жан азығы деп бекерге айтпаса керек. Расында, егер шындығына келсек, кітап ең сабырлы ұстаз. Міне мен өзімнің оқыған кітабымен таныстырғалы тұрмын. Мұқағали Мақатаев аса ұлы дара тұлғаның үш бақытым атты кітабы. Жыр дүлдүлі. Аса дарында ақын Мұқағали Мақатаев поэзия көгінен құйрықты жұлдыздай ағып түскенімен, оның өлең жырларының жарық сәулесі уақыт керуені алға жылжыған сайын жарқырай бермек. Ақынның жан дүниесі, бітім болмысы бар жаратылысы өлеңнен өріліп жырдан жаралғандай. Мына сөздеріме айқын дәлел бола алатын мына кітаптың өзі болмақ. Кітапта әртүрлі құнды өлеңдер бар. Мысалы, мен таулықпын, жаздың таңына жұлдыздар сөнеді, бауыржан мұңышына деген секілді. Өлеңдердің берер тәрбиесі мен өнегесі өте мол. Еліңді, жеріңді, тіліңді сүюге, адамгершілік қасиетті бойыңа сіңіруде тигізер үлесі орасан зор. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғай бол оның шырылдаған. Мұқағали Мақатаев тұлғамыздың отанға деген сезімін өлеңімен жеткізгені. Кітап сүйер қауым, барша оқырмандар сіздерді